Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз дөңгелек сектор деген тақырыпты өтетін боламыз. Ол бізде оқулықтың 162 бетіндегі тақырып. Қандай фигураны біз сектор деп атаймыз, соған тоқталайық. Ол үшін мен бір шеңбер алдым, немесе дөңгелек. Сол дөңгелектен кез келген бір екі радиусын жүргізсем, бір радиусы, екінші бір радиусын былай жүргізсем, сол кездегі екі радиустың арасы және сол радиустар тіреп тұрған доғамен шектелген фигураны екеуінің арасын біз сектор деп атайды екенбіз. Немесе керісінше ол доға, мысалы мына жерін А деп алсам, мына нүкте ғой, мынау Б, АБ доғасы. АБ доғасы мынаны осы Адан Бға дейінгі аралық, немесе сырт жағындағы аралықта да ол доға болады ғой. Бөлігі, шеңбердің бөлігі, АБ доғасы деп мына бөлігінде айтамыз, немесе мына жақ бөлігінде айтамыз. Сонда сектор деп тұрамыз, доғамен шектелген және радиуспен шектелген бөлікті біз сектор дейтіміз. Мынау бізде бірінші сектор. Екінші секторымыз тағы да доға және радиуспен шектеліп тұр. Сонда мына жақ бөлігі де бізде секторды береді екен. Солай бұл шеңберіміз екі секторден тұр екен. Енді бізге осы бірінші сектор, яғни АОБ деген сектор, АОБ, ол бізде сектор. Осылай жазамыз оны. Секторы 120 градус десе, 120 градус. Енді екінші секторды тауып бер десе, онда біз не істейміз? Шеңбер өзі 360 градустан тұрады. Ондай болса, бір бөлігі 120 градус деген сөз, мынау бөлікті айтып тұр. Мынадан мынаған дейін 120 берді деген сөз. 120 берсе, онда екінші бөлігі 360-тан азайтып тастаймыз 120-ны. Сол кезде қалады 240 градус. Ол бізде екінші сектордың өлшемі болады. Бергі жартысы 240, ананы жағы 120 береді. Міне осылай секторды өлшей аламыз. Әрине, егерде берілген секторды градустық өлшемін бермей, оны өлше десе, транспортердің көмегімен бұрышты өлшегендей өлшейміз. Мына жердегі АОБ бұрышы неше болса, сектордың өлшемі де сонша деген сөз. Тағы да, доғасының да өлшемі сектор 120 болса, доғасының да өлшемі 120 деген сөз. Екінші секторымыз ол 240, онда мына жағымен айланған доғамызда да 240 градусты береді. Келесі, мынау есепті айтады. Бір секторымыз, шеңбер 3 секторға бөлінген, біріншісі X, екіншісі оның 3 есесіндей, ал үшінші сектор біріншісінен 5 есе артық. Енді бізге тап дейді осы секторлардың градустық өлшемдерін. Ондай болса, осындай есепті шешу үшін біз білеміз, шеңбер өзі 360 градустан тұратын. Міне толығымен қамтылып тұр үшеуі. Онда біз X-ке үшеуінде қосып шық деген сөз. 3x қосу 5x. Барлық 3 секторды да қоссақ, онда бізде ол беру керек 360 градусты. Міне, осылай теңдеу шешеміз. Енді қосамыз 1x, оған 3x-ті, 5x-ті қосатын болсақ, 9x шығады бәрін қосқанда. 9x-тен 360 градус. Онда x-тен 40 градус бөлгенде 360-ты 9-ға. Яғни, бірінші тұрған мынау жердегі x бөлігіндегі секторымыз 40 градус екен. Ал екіншісі оның 3 есесі болғандықтан 3-4-12, 120 градус болады. Ал үшінші сектор ол 5 есе артық болғандықтан 40-қа 5-ті көбейтеміз 200. Ал үшеуінің қосындысы бізде 360 градусты берсе, онда есепті дұрыс есептеп тұрмыз деген сөз. 200, 120 оған 40-ты қосақ 360 градус береді. Енді келесі есеп айтады. Дөңгелек екі секторға бөлінген дейді. Бірінші секторы ол дөңгелектің 60%-на тең дейді. Толық бұрыштың 60%. Дөңгелектің 60%-на тең. Табу керек бізге екінші сектор неше градус, соны табу керек. Ондай болса, біз алдымен осы дөңгелектің 60%-ын құрап тұрған бірінші сектордың градусын тауып алуға болады.
Содан кейін барып біз дөңгелекті білеміз 360 градустан тұратын. Содан біріншісін азайтып екіншісін табуға болады. Немесе бірден егер бірінші сектор 60% құрап тұрса, екінші сектор 100-дің 60% кетіп қалса, екінші сектор 40%. Бірден 360 градустың 40%-ында табуға болады. Солай екі түрлі жолмен шешулеріне болады. Біріншісі, онда мен екі тәсілмен де шығарайын осы есепті. Бірінші тәсілім, алдымен бірінші секторды мен тауып алам. Бірінші секторды табу үшін ол дөңгелектің дейді 360 градус дөңгелектің 60% деді, онда 360 градустың 60%-ын табам. Ол үшін біз көбейте тұрмыз. Көбейту деген сөз ол 100-ден 60-қа көбейт деген сөз. Пайызды санға айландырып аламыз бірінші. Сонымен алдымен қысқартулар бар ма? Қысқартып аламыз. Нөлдердің бәрін қысқартып жіберді. Енді сонда ол 36-ны 6-ға көбейт деген сөз екен. Сонда көбейткенде шығады 36, 3 ойда 18, 21. Яғни 216 градусты береді екен. 216 градус, ол бізде бірінші сектордың градустық өлшемі. Ондай болса, екінші сектордың градустық өлшемін табу үшін біз 360 градустан азайтып тастаймыз 216 градусты. Сол кезде 144 градус, ол бізде екінші сектордың градустық өлшемі. Бізден сұрап тұрған осы, сонда жауап бізде 144 градус болады деген сөз. Ал екінші түрлі тәсілмен қалай шешеміз? Бірінші сектор ол 60 градусын берсе дөңгелектің, онда екінші сектор 100-ден 60-ты азайтып аламыз. 100 ол толық дөңгелектің өлшемі, толық мәні 100 градус береді, онда екінші сектор бізде 40%-ын береді екен. Онда 360 градустың 40%-ын бірден табамыз, сұрап тұрғаны бізге осы, онда 360 көбейту 100-ден 40 деп қысқартамыз нөлдермен, сөйтіп 36-ны 4-ке көбейтеміз. 144 градус. Осылай екі түрлі жолмен де шешуге болады. Бірден біз екінші сұрап тұрған екінші сектордың бөлігіне кетіп қалдық. Өздеріңе қайсы ыңғайлы тәсіл, соны талдап таба беруге болады. Бұл біздің өткендегі пайыз тақырыбымен байланысты болып тұр. Мәтінді есептерді шығарудың жолы көп, өзіңе ыңғайлы жолды таңдап алсаң болады.